Сәлем барлықтарыңызға. Бүгінгі раскладымызды алдағы уақытта сізді не күтіп тұр, осы айдың соңына дейін соны көретін боламыз. Осы айдың соңына дейін сізді не күтеді? Комментарийға өздеріңіздің пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Есімдеріңіздің бас әрпін немесе туылған жылдарыңызды, күндеріңізді жаза кетіңіздер, чтобы расклад сіздерге сай келу үшін. Және тіркелуді де ұмытпаңыздар, подписаться етуді, жаңа видеоларды өткізіп алмас үшін. Раскладымызды бастаймыз. Осы айдың соңына дейін сізді не күтеді? Видеоны соңына дейін көріңіздер, соңында сіздерге кеңес көретін боламыз. Яғни осы айдың соңына дейін сіздерге кеңес плюс, яғни сіздерге бонус ретінде. Қазір сіз тұрақтылықты қалап тұрған болуыңыз мүмкін, тұрақтылықты үй алу немесе тұрақтылықтың болғанын өте қатты қалап тұрсыз. Қолыңызда ақша бар болуы мүмкін, ақша жинап бастауыңыз мүмкін осы айдың соңына дейін. Ойлаған жаңағы әрекетіңізді жасауыңыз мүмкін, ақшаға байланысты, отбасыға байланысты, кейбіреулеріңізде той жасау деген сияқты жоспарлар құрылуы мүмкін, немесе той болуы мүмкін деген сияқты көрсетіліп тұр. Яғни осы айдың соңына дейін сіздерде той жасауға деген жоспар немесе нақты той болады деген сөз. Яғни қаржы, ақша мәселесіне байланысты қолға ақшаның келуі, көп ақшаның келуі деп көрсетіліп тұр. Егер де қыздар, жігіттер солай болған қаласаңыздар, лайк басып, комментарийға солай болсын деп жаза кетіңіздер және тіркеліңіздер. Айдың соңына дейін қандай оқиғалар болады? Айдың соңына дейін қандай оқиғалар болады? Сіз бұрынғы жұбыңызды ұмытып, қазір бір жаңа өмір бастап жатқан болуыңыз мүмкін, басқа адаммен араласып сөйлесіп жатқан болуыңыз мүмкін, немесе жаңа өмір бастаймын деп өзіңіз шешім қабылдауыңыз мүмкін. Бірақ сол сәтте сіздің бұрынғы адамыңыз қайта өміріңізге келуі мүмкін деген көрсетіліп тұр, және де махаббат үштігі болып қалуды ықтималдығы өте жоғары. Яғни сіз бұрынғы адамыңызды жіберіп, енді жаңа бір қарым-қатынас бастап жатқаныңызда ол адам, бұрынғы адамыңыз қайта келуі мүмкін, содан кейін сіздерде махаббат үштігі болып қалуы мүмкін. Егер де сіз жұбыңызды ұмыта алмай жүрген болсаңыз деген сияқты, немесе араларыңызда үнсіздік болса, қарым-қатынастарыңыз түсініксіз болса, болды мен бұны үземін деп өзіңізге нық сенімді болған кезде ол адам қайта келуі мүмкін деп көрсетіп тұр. Негізінен сіздердің армандайтындарыңыз, кейбіреулеріңізде мықты адамға тұрмысқа шығу, қыздарда әсіресе мықты ер адам, ақшасы бар, өзіне тұрақты, сенімді, сырт келбеті де әдемі, арманыңыздағы ер адамды ойлап жүрген болуыңыз мүмкін, той болса деген сияқты, немесе үйленейін деп жатырсыздар деген сияқты көрсетіп тұр. Ер адамдар да бұл жерде үйленуді қатты қалап тұрған болуы мүмкін, яғни тұрақты өмірге қадам бассам деген сияқты, ер адамдар. Сол осы айдың соңына дейін сіздерде сондай арман, қиял немесе соған бір әрекет жасау да болуы мүмкін деп көрсетіп тұр. Немесе қыздарда өзіңіздің арманыңыздағы ер адамды жолықтыруыңыз да мүмкін осы айдың соңына дейін, қыздар. Осы айдың соңына дейін кейбіреулеріңізде ешкіммен сөйлескілеріңіз келмеуі мүмкін, яғни өздеріңізде бір желанияның болмауы мүмкін, біреумен ұрсуға деген сияқты, біреумен сөз таластыруға, яғни бәрібір сөз таластырғанмен бәрібір әркім өзінікін дұрыс санайды деген сияқты, кейде қырсықтық та пайда болуы мүмкін, жұбыңызға деген сияқты. Шын мәнінде жаңағы сіз бір ер адамға қарым-қатынасыңызды жақсартуға тырысып жүрген болсаңыздар, оны да қоюыңыз мүмкін, бәрібір жаңа бесполезно деген сияқты көрсетіліп тұр. Яғни сіздер осы айдың соңына дейін бір қатты біреумен конфликт жасап, ұрсып, ондайға жол бермеймін деген сияқты позицияны ұстануыңыз мүмкін, яғни позиция ұстануыңыз мүмкін деп көрсетіп тұр. Өздеріңізді сабырлы ұстауға тырысасыздар деп көрсетіп тұр. Егер де ұнатып жүрген адамыңыз болса, өз-өзіңізді ұстайсыз, яғни оған бірінші хабарға шығып қоймауға, және
бірінші қадамдар жасамауға, кездесуге шақыру деген сияқты сіздер әрекет жасамауларыңыз мүмкін. Бірақ қатты қалап тұрсаңыздар да, бір қазір уақыт емес, немесе жаңағыдай бұл менің адамым емес болуы мүмкін деген сияқты өздеріңіздің бір эмоцияларыңызды басып суық күйге айналуларыңыз мүмкін деп көрсетіп тұр. Яғни сіздер ақылға салуларыңыз мүмкін. Жүректен гөрі ақылды көп тыңдау, миды көп тыңдау болуы мүмкін осы айдың соңына дейін. Не күтеді? Не күтеді? Бір ер адамның хабарға шығуы, бұл ер адам сіздің бұрынғы күйеуіңіз болуы мүмкін деп көрсетіп тұр. Немесе жасы кіші ер адам болуы мүмкін. Жасы кіші болуы мүмкін. Айдың соңына дейін сізге хабарға шығады, және де ол адам көптен бері хабарға шықпай жүрген болуы мүмкін. Араларыңызда ол адаммен ортақ бала бар болуы мүмкін. Егер де ортақ бала жоқ, мүлде менің балам болмаған дейтін болсаңыздар, онда сіздерде бір ортақ идеялар, ортақ бастамалар болған болуы мүмкін. Ортақ бір бизнестеріңіз деген сияқты. Екеулеріңізде ұзақтан бері бір-бірлеріңізді көрмей хабарласпай жүрген болуыңыз мүмкін. Ол сіздердің тек жұптарыңыз емес, достарыңыз, бұрынғы өздеріңіздің кішкентай кезіңіздегі араласатын адамдарыңыз болуы мүмкін деген сияқты көрсетіп тұр. Кішкентай кезден араласқан, яғни бірге өскен адам хабарға шығуы мүмкін деп көрсетіп тұр. Және де ол адаммен кездесу болуы мүмкін, жақсы уақыт өткізу, көңіл көтеру, яғни сабырлы түрде жақсы өту мүмкін деп түсіп тұр. Айдың соңына дейін қандай оқиғалар болайын деп тұр? Айдың соңына дейін. Кейбіреулеріңізде жүктілік болғанын қалап жүрсеңіздер, онда аяқ астынан жүкті болуларыңыз мүмкін деп көрсетіп тұр. Немесе ай күніңіз жетіп отқан болса, босануыңыз да мүмкін. Осы айда бір айдың соңына дейін жүктіліктің белгісі көрсетіліп тұр негізінде. Немесе жүкті болуға мүмкіндік, шанс, яғни ауырып жүргендер болса, емі болады деген сияқты бір жақсы жаңалықтар болуы мүмкін. Аяқ астынан, яғни колесо фортуна түсіп тұр бұл жерде. Енді қыздар, жігіттер, сіздерге видеоның соңында кеңес көретін боламыз дегенбіз. Яғни уәде еткенімдей сіздерге айдың соңына дейін кеңес. Карталар не көрсетеді екен, не кеңес айтады екен? Не кеңес айтады екен? Не кеңес айтады? Не кеңес айтады? Сіздердің тұрақты махаббаттарыңызды, яғни жұбыңызбен қарым-қатынастарыңызды бөлгісі келетін адамдар болуы мүмкін деп көрсетіп тұр. Яғни сіздердің қарым-қатынастарыңызды бұзуға тырысатын адам болуы мүмкін. Ондайға мән бермегеніңіз дұрыс. Жұбыңыз туралы бір жаман нәрселер естісеңіз, оған сразу сенбегеніңіз дұрыс. Бірінші сөйлесіп, алдымен жақсылап талқылап алғандарыңыз дұрыс. Басқалардың алдағы уақытта сізге қарым-қатынасыңызға зиянын тигізуі мүмкін. Сол себепті өзіңіз ішкі жан дүниеңіз не қалайды, ішіңіз не сезіп тұр, жұбыңыз сізге шынайы жақсы көретінін сезетін болсаңыз, білетін болсаңыз, онда спокойно болғаныңыз дұрыс, сабырлы болғаныңыз дұрыс деп көрсетіп тұр. Яғни әр сөздерге ермегеніңіз дұрыс. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Ұнаса лайк басыңыздар, тіркеліңіздер, комментарияға пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Егер де жеке расклад қалайтын болсаңыздар, жекеге шығыңыздар, талқылап барлығын көретін боламыз. Және де таро картасын осылай мен сияқты керемет қылып ашқыларыңыз келсе, таро картасын үйретемін, қазақша қарапайым тілде барлығын бүге шүгесіне шейін айтып отыратын боламын. Сау болыңыздар.